Басымызға амандық бастырғанымызға береке берсін. Амин. Это чайку. Айтпақшы өткенде балабақшаға наурыз мерекесіне барсам, бір күшті керемет тұсау кесу рәсімін көріп едім. Сол сізден сұрайын деп едім, біздің Евамыздың да тұсауын кессе қалай қарайсыз? Тұсау кесу бұл не? Тұсау кесу бұл баланың өмір жолы ашық, қадамы нық, жолы сәтті болсын деген ақ ниетпен жасалатын дәстүр бұл. Ау балам. Давид балам, бұл екі аяғын ала жіппен байлайды. Арнайы құрметті жүрісі шапшаң, өмірі өнегелі адам таңдалып, сол кісі тұсауын кеседі. Сосын баланың екі қолынан демеп, жетектеп, тай-тай басқызып жетелейді. Дима балам, бұл ала жіп адалдықтың белгісі. Біреудің ала жібін аттамасын деген тілекпен байланады. Анасы неге ақматамен түзеді? Баланың өмір жолы таза, ашық, жарқын болсын деген ниетпен жүргізіледі. Қызым, жаным, көбіне жақын туыстары, кейде өнегелі, сыйлы адамдар балаға жақсы қасиет жұқсын деген ниетпен ұстап жетелейді қызым. Света, не үшін баланың алдына түрлі заттар қояды? Сол баланың алдына заттар қойылады да, ішінен бір зат таңдайды. Мысалы, кітапты таңдаса ақылды бала болады, ақша таңдаса дәулетті болады. Сондай ірімі бар. О, керемет! Дәстүр екен. Әрине, біз Қазақстанда оның ішіне меркіде туып өстік қой. Сол себептен тілін, мәдениеттің, ұлттық дәстүрлерін теңдей ұстанып келеміз. Анасым, онда дайындықты бастайық. Отағасы, Евам тұсауын кескен кезде, мен де тұсауымды кесе қалай қарайсыз? Себебі, үнемі мен шалым түсірмей жүрем ғой. Жарайды, бәйбіше. Рұқсат беремін.